Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жануарлардың бруцеллезі. Сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: аурудың қоздырғышы, індеттік деректер, өтуі мен белгілері, патологиялық анатомиялық өзгерістері, балау және иммунитеті. Бруцеллез ұзақ ағыммен айқындалатын, бактериялар тудыратын, жүйке, зәр шығару және жүрек қан тамыр жүйелерін, тірек қимыл аппаратының зақымдалуымен ұзаққа созылған дене қызбасымен көрінетін жұқпалы зоонозды ауру. Қоздырғышы бруцеллезді бруцелла туысындағы жататын бактериялар қоздырады. Классикалық жүйелеу бойынша 6 түрі бар. Оның кейбірі бірнеше биотипке бөлінеді. Бруцелла мелитензис қой, ешкі үшін ең қауіпті, адамдағы бруцеллездің басты қоздырушысы. 3 биотипі бар. Екінші бруцелла абортус сиыр, қодас, буйвол, бұғы, түйе, жылқыда кездеседі. 9 биотипі бар. Кейбірі адам үшін де өтті. Бруцелла суис, шошқа, қоян, солтүстік бұғысы ауырады, яғни 4 биотипі бар. Бруцелла неотома, егеу құйрықтыларда кездеседі, адамға қауіптілігі белгісіз. Бруцелла обис, қойдың қошқарларындағы эпидидимит қоздырушысы, адамға қауіптілігі анықталмаған. Бруцелла канис, етте эпидидимит пен іш тастау туғызады, адамға уыттылығы белгісіз. Морфологиялық және өсіп-өну ерекшеліктері: полиморфты, кок тәрізді немесе қысқа таяқша, қозғалмайды, грамм теріс, спора капсула түзбейді. Індеттік деректерде бруцеллезге 60-тан астам жануарлар түрі бейімделеді. Тез шалдығатындары сиыр, қой, ешкі, шошқа, солтүстік бұғысы. Баяу шалдығатындары түйе, жылқы, марал, буйвол. Спорадиялық ит, мысық, қоянда жатады. Инфекция көзі ауру мал. Олар қоздырғышты шарана, шу тастанды төл, жыныс сорасы, сүт, шәует, нәжіс, несеп арқылы бөледі. Сиыр желінінде бруцелла 7-9 жылға дейін, қойда 2-3 жылға дейін сақталуы мүмкін. Жұғу жолдары ластанған өнімдер мен құралдар арқылы су, жем, төлге сүтпен, сақамалға алиментарлық және шағылыс арқылы жұғады. Ауру шаруашылыққа көбінесе карантин сақталмағанда, ауру сау малды араластырғанда таралады. Ет пен кеміргіштер микроб тасымалдауы мүмкін. Жаңа ошақта жануарлардың 60%-на дейін шалдығуы мүмкін. Буаз мал жаппай іш тастайды. Ветсанитариялық талаптарды бұзу індеттің шығуына жағдай жасайды. Өтуі мен белгілерінде инкубациялық кезең: ауру жұққаннан серологиялық немесе аллергиялық реакциялар оң нәтиже бергенге дейін 2-4 аптаға созылады. Егер ауру жұққан малдардың ішінде буаздары болса, бруцеллез симптомсыз өтеді. Онда шалдыққан малдарды серологиялық немесе аллергиялық тексеру арқылы ғана анықтауға болады. Жануарлардың барлық түрінде бруцеллездің басты белгісі буаздықтың екінші жартысында байқалатын іш тастау болады. Сиыр негізінен 5-8 айлығында, қой мен ешкі 3-5 айлығында, мегежен кез келген уақытта, ит 40-50 күн болғанда іш тастайды. Сиыр мен қой әдетте екінші қайта іш тастамайды. Егер мегежінде ол бірнеше рет қайталануы мүмкін. Іш тастар алдында буаз малдың үрпісі сызданып, сыртқы жыныс мүшелері толықсып, сарпайынан қызғылт қоңыр түсті сора ағады. Іш тастағаннан кейін әдетте шуы түспей, бастапқыда кілегей ірінді, соңынан ірінді фибринді эндометрит байқалады. Кейбір жануарларда эндометритке қабаттаса, желіні, аналық безі және фаллопий, яғни жатыр түтікшелері қабынады. Дерт асқына келе дененің ыстығы көтеріліп, малдың сүті азайып, жүдеп кетеді. Жыныс жолдарының зақымдануы жануардың жыныстық қабілеті нашарланып, соны бедеулікке әкеліп соғады. Патологиялық өзгерістерде
Іш тастаған малдың қағанағы қабынып, оның бетіне фибрин ірімтіктері ірінді жиналып, жатыры, бүйректері, көк бауыры ісінеді. Бауырында абсцесс болуы мүмкін. Аталық малдарда іріңдеген өл етті орхид, ұрғашы малдарда мастит, аналық бездерінің кистасы кездеседі. Кейбір жануарларда шор буын бурсит байқалады. Тастанды төлдің тер асты шелі жалқақтанып, кіндігі ісініп кетеді. Көкірегі және құрсақ қуыстарында фибрин ірімтіктері қызыл қоңыр түсті сұйық жиналып, сірі және кілегейлі қабықтары қанталайды. Ішек қарны кілеге қабығы мен өкпесі сыздана қабынып, ал бауырында өлектенген қабыну процестері болады. Балауда бруцеллезге індеттанулық, клиникалық, аллергиялық және зертханалық тексерулердің нәтижесіне қарап қойылады. Жануарларды клиникалық тексеру кезінде бурсит, аталық баста орхид, аналық бастарда эндометрит, іш тастау, шуы түспеу сияқты құбылыстарға баса көңіл аударамыз. Клиникалық тексеру арқылы, яғни сипап, жұқпалы эндемитке тағы да басқа диагнозды қоюға болады. Буаз мал іш тастаса, міндетті түрде лабораториялық тексеру жүргізеді. Ол үшін бактериологиялық зерттеуге тастанды төлді ұрық қабымен немесе төлдің қарының екі жағын буып, ішіндегісімен, бауыр мен көк бауырдың кесінділерін, еннің шылауымен, жатырдың өзгеріске ұшыраған тұстарынан кесінді және сөл түйіндерін апарамыз. Яғни осы айтылған түйіндерді алынады, яғни лабораторияға жібереміз. Аталған материалдарды ауырған малдың әрқайсынан жеке-жеке кешіктірмей бірден іш тастаған немесе сойған кезде алып, лабораторияға консервіленбеген күйінде жеткіземіз. Егер патматериалдарды тексеруге бір шәуіт ішінде жеткізу мүмкін болмаса, оны тастанды төлден басқасын глицериннің 30% судағы ерітіндісімен консервілейміз. Сонымен бірге лабораторияға серологиялық тексеруге сол малдың сүтін, қанын немесе қанның сарысуын жібереміз. Бактериологиялық диагнозда жағындыларды микроскоппен қарап, ауру қоздырушысының өсіндісін алып, теңіз тышқанға биологиялық сынама қояды. Серологиялық реакцияларда бруцеллезге малды жаппай тексеру үшін кеңінен қолданылады. Бұлардың ішінде ең танымал әдістері агглютинация реакциясы, комплементті байланыстыру реакциясы, комплементті ұзақ байланыстыру реакциясы, сонымен қатар Росбенга сынамасы арқылы тексереміз. Соңғы кезде Қазақстанда ашылған сайдулдин конглютинация кешенді байланыстыру реакциясын немесе сайдулдин реакциясын практикада енгізіле бастады. Жалпы індеттік жағдайды бақылау үшін сүтпен қойылатын шығыршық реакциясында пайдалануға болады. Аллергиялық тексеруде бруцеллездің соңғы кезеңдерінде нәтижелі деп есептеледі. Бұл үшін бруцеллин аллергияны пайдаланады, оны тері ішіне, тері астына, көздің алдыңғы қабатына жібереді. Бірақ аллергиялық әдістің сезімталдылығы серологиялық реакциялардан төмен. Бруцеллезді анықтау үшін оны басқа аурулардан ажыратып алу керек. Әсіресе малдың іш тастауына әкеп соқтыратын кампилобактериоз, трихомоноз, лептоспироз жыныс мүшелерін зақымдайтын жұқпайтын аурулардан ажырату білуіміз керек. Бруцеллезбен ауырған мал емделмейді, оны тез арада соямыз. Иммунитетінде бруцеллезбен ауырған малды табиғи иммунитет қалыптасады. Оның ұзақтығы сиырда 4-5 жыл, қойда 2 жыл. Аурудан соңғы иммунитеттің ерекшелігі ол бастапқы кезеңде стерилді емес, яғни организмде қоздырушы микроб сақталады. Ал соңынан иммунитеттің стерилді кезеңі басталып, организм қоздырушы микробтан арылады. Иммунды организмде бруцеллалардың ұзақ сақталу себепті ауруға шалдыққан мал клиникалық тұрғыдан жазылып кетсе де басқа жануарлар үшін қауіпті инфекция қоздырушының бастауы болып табылады. Бруцеллезге қарсы иммунитет жасушалық
факторларға негізделген, ал антиденелердің қорғаныс қабілеті оншама емес. Олар тек жануарлардың ауруға шалдыққанының белгісі ретінде ғана бағаланады. Бруцеллалардың бір түріне қарсы қалыптасқан иммунитет бұл микробтың басқа түрінен де қорғайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.